Ассаламу алейкум қадірменді көрермендер. Біліп жүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің қысқаша хабарымызда Қазақстан мен Өзбекстанның қарулы күштерін салыстыратын боламыз. Ендеше кеттік. Ендеше Өзбекстан қарулы күштеріне қысқаша тоқталатын болсақ, Өзбекстанның қарулы күштер 1992 жылы 14 қаңтарда құрылды. Өзбекстанның қарулы күштері мыналардан тұрады: әскери басқару органдары, Өзбекстан қорғаныс министрлігі және басқалары, құрлық әскерлері, әуе қорғанысы және әскери әуе күштері, арнайы жасақ, ұлттық ұлан, әскери өзен күштері де мемлекеттік шекара күзеті комитетіне бағынады. Әскерлерді жаңа қару-жарақпен және техникамен қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстардың жедел қарқынмен жүргізілуінің арқасында қолданыстағы техниканың 27% жаңартылды. Сонымен қатар қазіргі заманғы халықаралық талаптарға сәйкес 4 әскери полигон, таулы жерлерде жаттығу орталығы қайта жаңартылды. Сонымен қатар Нүкіс полигоны жаңа келбетке ие болды. Бұрын Черчик полигонның аумағында модельдеу және имитациялау бойынша қорғаныс министрлігінің оқу-далалық орталығы салынды. Онда тактикалық буының 160 командирі оқып білім алып шықты. Өзбекстан заманауи, мобильді, тиімді 50 мыңдық армия құрды. Өзбек армиясында 185 ұшу аппараты, оның ішінде 90-нан астам соққылаушы ұшақтар мен тікұшақтар, 420 танк, 1210-нан астам сауытты техника, 98 зымыран кешені және 130-дан астам өздігінен жүретін артиллериялық қондырғылары бар. Өзбекстан Ресейден Ми-35 тікұшақтарын сатып алуда. Америка құрама штаттары РК-11B Ревен жеңіл пилотсыз ұшу аппараттарының шағын партиясын жеткізді. Түркиямен жасалған келісім бойынша Өзбекстан лицензияланған Эждер Ялчин брондалған машиналарын шығаруда. Қытай FT-2000 ұзақ қашықтықтағы зениттік зымырандық жүйесін және Юлонг-1 ұшқышсыз ұшу аппаратын жеткізді. Енді Қазақстанның қарулы күштеріне қысқаша тоқталатын болсақ, Қазақстанның қарулы күштері 1992 жылы 7 мамырда экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бұйрығымен құрылған. Қарулы күштер қатарына әскери басқармалар, құрлық әскерлері, әуе қорғаныс күштері, әскери теңіз күштері, десанттық шабуылдаушы әскерлері, арнайы жасақ, әскери жаттығу нысандары, әскери ғылыми мекемелер мен басқа да ұйымдар кіреді. Қарулы күштердің жалпы саны 132 мың адам. Қарулы күштердің жылдық бюджеті 4 миллиард ақш долларын құраған. Әуе қорғанысы күштері және әскери теңіз авиациясындағы ұшақтардың саны 222 ұшақты құрады. Оның 76-сы жойғыш ұшақтар, 39-ы шабуылдаушы авиация, 18 әскери көлік ұшағы, 18 оқу-жаттығу ұшағы, сондай-ақ 71 әскери және 18 шабуылдаушы тікұшақ. Құрлық әскерлерінде 650 танк, 800 бронды техника, 300 сүйретілмелі артиллерия және 100 зымырандық қондырғылар. Әскери теңіз күштеріне келетін болсақ, бұл 14 жауынгерлік патрульдік кеме және 2 миналық әскери кемесі бар. Қазақстанның басты артықшылығы бұл Қазақстанда әскери өнеркәсіптің болуы. Қазіргі таңда Қазақстан әскери өнеркәсіптік кешені мынандай қару түрлерін шығарып жатыр: реактивті дүркіндетіп ату жүйелері, өздігінен жүретін минометтер, жауынгерлік дөңгелекті машиналар, жауынгерлік модель 12,7 мм және 30 мм зеңбіректер, 2А-42, радиолокациялық станциялар, КАМАЗ автомобильдері, атыс қаруына оқ-дәрілер және дәлдігі жоғары зымырандар, 125 мм артиллериялық снарядтар, КВ және УКВ диапазондарындағы тактикалық буындағы радиостанциялар, робототехника, болашақ сарбаз жабдықтары, оптикалық аспаптар, шлемофондар мен жеке қорғану құралдарын тігу, авиациялық техникаға сервистік қызмет көрсету және пилотсыз ұшу аппараттарын жинау, бронетанктік техникаға қозғалтқыштарды құрастыру бойынша. Және Қазақстанда Орта Азиядағы жалғыз бронетанктік жөндеу зауыты бар. Сондай-ақ бұл завод бронды техникаларды толық жөндеуден өткізіп қана қоймай, оларды модернизациядан да өткізіп жатыр. Ең қызықты жобалардың бірі модернизацияланған Т-72К танкі.
Жоба Қазақстандық қорғаныс компаниясы және Қазақстан Aselsan инжинирингпен бірлесіп жасалған. Енді хабарымызды қорытындылайтын болсақ, Өзбекстан 2021 жылы қарулы күштердің халықаралық рейтингісінде 51-ші орынға ие болды. Және орталық Азияда ең мықты ел деп саналады. Қазақстан бұл рейтингте Өзбекстаннан 11 позицияға артта қалып, 62-ші орынға жайғасты. 2017 жылы қазақстандық армия Global Firepower рейтингісінде 53-ші орынды иеленген болатын. Әскери қуаттың жаһандық индексі шамамен 50 факторды ескере отырып жасалады. Бұл әскери қызметке жарамды адамдар саны, армияға мемлекеттік шығындар көлемі, әуе, теңіз күштерінің қуаты және басқа да көптеген өлшемдер. Өзбекстанның әскери күшінің қазіргі жағдай бірқатар факторларға байланысты. Өзбекстан ұзақ жылдар бойы Түркістан әскери округінің орталығы болды. 1979-89 жылдардағы ауған соғысы Түркістан әскери округінің бірталай нығаюына себеп болды. Себебі Ауғанстандағы 40-шы армия осы Түркістан әскери округіне бағынды. 1988-89 жылдары Ауғанстаннан әскерлер шығарылған кезде жауынгерлік техниканың едәуір бөлігі Өзбекстан аумағында қалды. 1989-91 жылдары Түркістан әскери округінің аумағына Шығыс Еуропа елдерінен шығарылған көптеген әскери техникалар орналастырылды. Өзбекстан кем дегенде соңғы 10 жыл ішінде экономикалық өсудің жоғары қарқынына ие болды. Алайда Қазақстан орталық Азиядағы ең ірі экономика болып қала береді. Оның көрсеткіштері Өзбекстанның жалпыланған көрсеткіштерінен едәуір асып түседі. Көршілес елдердің экономикалық және әлеуметтік жетістіктері Қазақстан үшін алаңдаушылық тудырмауы керек. Керісінше, біз қуануымыз керек. Бай және табысты көрші елдер әдетте дағдарысқа ұшыраған елдермен салыстырғанда айтарлықтай аз проблемалар тудырады. Сонымен қатар Өзбекстанның қарқынды дамуы Қазақстан мен оның тұрғындары үшін қауіп емес, қайта мүмкіндік туғызады. Осы немесе басқа индексті немесе рейтингті талқылаған кезде оларда берілген мәліметтер әрқашан шартты сипатта болатындығын есте ұстаған жөн. Ол әзірлеушілердің теориялық және әдіснамалық ұстанымымен де, деректерді жинау және өңдеу әдістерімен де байланысты. Осылайша әскери күштің аталған рейтингі 50-ге жоқ көрсеткішті ескереді. Мысалы, адами ресурстар, оның ішінде мобилизациялық әлеует. Олар бойынша Өзбекстан Қазақстаннан әлдеқайда асып түседі. Сонымен қатар, мысалы осы рейтингке сәйкес Қазақстанның қарулы күштерінің саны Өзбекстан қарулы күштерінің санынан 2 есе көп. Қазақстан өзінің әскери техникалық дамуы бойынша Өзбекстаннан артта қалды деп айту қиын. Бұл бірқатар факторларға байланысты. Қарулы күштердің кейбір түрлері Қазақстанда Өзбекстанға қарағанда анағұрлым жақсы дамыған. Қазақстандағы шекаралардың ұзындығына байланысты шекара әскерлерінің саны мен жеке құрамы Қазақстанда көбірек. Қазақстанның Каспий теңізіне шығуы әскери теңіз күштерінің болуын, жағалаудағы артиллерияның, теңіз жаяу әскер бригадасының, Ақтау теңіз институтының болуына себепкер.
Қазақстанда бітімгершілік операцияларының арнайы бригадасы құрылды. Қазақстанның әскери доктринасына сәйкес, бітімгершілік қызмет ұжымдық және ұлттық қауіпсіздікті нығайту жөніндегі саясаттың маңызды құрамдас бөлігі. Әскери саяси дағдарыстар мен әскери қақтығыстарды саяси құралдармен ерте анықтаудың және уақытылы болдырмаудың негізгі құралдарының бірі ретінде қарастырылады. Сондықтан Қазақстан әскери салада Өзбекстаннан соншалықты артта қалды деп айтуға негіз жоқ. Екі елдің қарулы күштерінің арасында белгілі бір тепе-теңдік бар. Бір бағытта немесе басқа бағытта аз басымдықтар бар деп айту дұрысырақ болады. Қадірменді көрермендер, осы видео ұнаса лайк басып, осы арнаға жазылайық. Және өз ойларыңызбен комментарий арқылы бөлісулеріңізді сұраймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.